тарихи ластанған мұнаймен ластанған топырақтарды тазалау жұмыстары жүргізіп жатыр. Жалпы көлемі мына 3 жаңа компанияға келісімшарт аймағында жалпы 2 миллионға жуық осындай тарихи ластанған жерлер бар. Қазіргі кезде Маңғыстаумұнайгаз компаниясы өзінің келісімшарт аймағында 500 мыңға тонна қалдықтар тазалады. Тазалап өзінің бірінші қалпына келтіру жұмыстарын жүргізді. Осы жұмыстар жалғасуда. Жалпы 2024 жылы осы жұмыстарды толықтай аяқтап мемлекет еншігіне берілуі тиіс. Ол жұмыстарды біздің департамент бақылауында тұр. Жалпы тазаланған топырақтарды 3 кезеңнен біз бақылау жұмыстарын жүргіземіз. Яғни бірінші мердігер мекемесі тексереді, яғни қалдықтардың өзінің санитарлық нормаға сәйкестігін. Одан кейін тапсырыс беруші Маңғыстаумұнайгаз компаниясы, үшінші біздің мемлекеттік тарапынан үшінші кезеңдегі бақылау жұмысын жүргізіп, санитарлық нормаға сәйкестігін тексереміз топырақтардың құрамдарының. Одан кейін рекультивация жұмыстарын бұлар бастайтын болады. Жалпы жұмыстар толық департамент бақылауда. Жалпы кен орындармен 2019 жылы отырған меморандум бойынша 2 миллионға тоннаға жуық осындай ластанған топырақтар бар. Ол жаңа Өзенмұнайгаз, Қаражанбас және Маңғыстаумұнай компанияларының келісімшарт аймағында орналасқан.